20 менен 30-дың ортасында жастықтың жайнап тұрған бауысыңдар. Атставқа алғанша ағаларың атыспабаққа үйренген жауысыңдар. Кеше менен бүгіннің ортасына керемет кезеңімен ауысыңдар. Кененнің бозторғайдай әні бар ғой, кешкілік жаңғыртатын тауышым бар. Бауырым бозторғайдай болмаса да бауыздаған қораздай дауысың бар. Сонымен қырылдап жарты сағат өз азғантай миымды тауысыңдар айқаяғы. Даусымды әдемі дейді, ән салғанда жететін ойдан қырға. Мұхтар ағам даусымды бауыздаған қораздың даусы деді халық алдында. Қайсына сенейін мен бұлардың, осын ойлап өзімді салған мұнға. Ағайын ақиқатын өзің айтшы, шынымен ән айта алмай қалғанмын ба? Мұхтар ағам өтірік айтып тұрма, жоқ әлде үйдегілер алдап жүр ма? Бекежан атам қанша рет алмақшы болды құлшынып, қыз жібек апаң менсінбей қарамай қойды қырсығып. Кинодан елім көрді ғой, денесі жұрттың түршігіп, өзінше болып кетіп ет, өлді де қалды тұншығып. Құдаша қақпайын бетіңді, өлеңің елге келді ұнап, қыз жібек апаң секілді қырсықпай-ақ қойшы сен бірақ. Жанынан қарағанда зың дедің бе, өзіңнің тазаласай пылшықтарын. Құдай-ау көріп тұрсын мына жерде қыр жоқ қызданғандай қыршыққаным. Жұбысын қайта қырбас еркектің деп, әйтеуір мені бір сәт тыншытпадың. Басы бар адам болса бол демес пе, қайтесін төбесіне жүн шыққаным. Қазақтың бір жігіті сөз айтса бұл, жарар деп бұған дейін қырсыққаным. Қарайын деп тұрғам жоқ алдардыма, санайын деп тұрғам жоқ қылшықтары. Жүкеңе бізге бөтен емес едік, сенен оның жасырам неменесін. Ұлының қызы келін болған бізге, әжесінің сіңіріп өнегесін. Жүрсін бөкем апамды алса сенің, жүкеңнің біз алғанбыз немересін. Саған 100 жыл, ал бізге 1000 жылдық қой. Осы жерден бітсе екен ерегесің, олас есең тағы да жақындық бар. Айтпай жүрем іреті кемегесін, Құдай қосқан қосағым қыпшақ еді, оны қалай көкеміз елемесін. Мен бірақ ештеңеде дәм етпеймін, алған ұлмын атамның өнегесін. Күйеу бала ештеңе сұрамайды, үйдегі жеңдерге не бересің? Әгигадым, әгигадым. Қасыма Нұрлыбектей пенде кепті, өлеңдерін өзінше зерделепті. Әужекеңде жанашыр өз ағам ғой, Құдайым тумысынан зерделетті. Жүрсінге балдыз болып бәйг алдың деп, айтқаның айға ұшып желге кетті. Баяғыда бір жігіт суға батып, сасқанынан әйелін жеңге депті. Сенікі де сондайдың сиқы болдау, айтпадың мәселені ең керекті. Ахметжан, Мұхаммеджан, айт Мұхаммед, айтысқа шыққан сайын термелетті. Алтын күл күміс ай мен айнұрлардың атақтары алысып айға кетті, елге кетті. Осылардың қайсысы балдыз еді, дұрыстап келтірмедің сен деректі. Жүрсін ағам бөлінбей 100 руға, айтыстың тасын өрге дөңгелетті. Балдыздардың бағышын ғана емес, бар қазақтың қамышын еңбек
кетті. Жарқын жеңгем жарқырап отырсын деп жарты сағат қазынамсыз болып тұрсыз қалқын берген. Тараздың ел жұртына риза болдым, таразыға тартардай тарту берген. 100 ұйықтасам түсіме кірмейтұғын, 100 килоға татитын алтын берген. Айтқан сайын қызық қой, айтыс мынау айтысай. Осы жерден дұрыс қой, қайынымның қайтысай. Буыңды сенің шығарған кеңесеңнің қайтысай. Қанша істеде шыры жоқ, денесі жоқ байқұсай. Ақындық қабілетті бергенімен сұлулықты бермепті саған Алла. Түріңде әжептәуір қартайыпты, тағдырдың жазғанына шара бар ма? Қысқасы айтатұғын сөзім бар еді, осындағы отырған әр адамға: ей, қалаңыздың келбеті жастау екен, балаңыздың түрінен қарағанда. Бақыржан, әр сөзіңе сақ тұрғайсың, сақ тұрсаң өз-өзіңді мат қылмайсың. Әжептәуір ағаңды әбіршідіп, әзілдеуге байқаймын әктұлдайсың. Қаладан да қарпайып кетіпсің деп, уақыттың еншісін қаттырлайсың. Қарағым, өзіңе бір қарап қойсай, қолыңа неге айна аптырмайсың. Сөзіңе қарап тұрсам, өзің тіпті жайықты жағалаған аққудайсың. Кіз алдында кіршіксіз періште боп, бойыңа ешбір кінә тақтырмайсың. Қиялданбай жерге түс айналайын, әйтпесе атыңды алға шаптырмайсың. Мінсіз Алла жаратқан мен осылай, құлағыңды жақсылап саптырғайсың. Сен өзі қайдан шыққан данышпансың, ендеше сыбағаңды аптынғайсың. Қала менен баланы салыстырып, теңеуге де өзіңше тапқырдайсың. Адам соққан қаланы мақтайсың да, Құдайдың жаратқанын жақтырмайсың. Ас бойы қылқылдатып жұтқансың ау, бұғының қанан құптыр тал бойыңнан айқаяғы. Қарағай мүйізі бар болғанымен бұл саған бұға емес қой серік, бірақ бұғының қанан қыптыр деп отырсың, өзіңше өлеңіңді өріп құрап, таяқ жейтін адамның солай өзі, мұрнына қанның исі келіп тұрады. Жар болатын бір адам таба алмапсың, Атырау, Алтай, Алматы, Жамбылдан да. Ақырында жалғыз бар ұят деп ойланыпты, достары 20 жылдыққа қам қылғанда. Кластастың барлығы отау құрып, соңында тек екеуің қалдыңдар ма? Енді бізге басқалай шаныш жоқ деп, бір-біріңе үйлене салдыңдар ма? Тақырып таппағандай шолатығын, әдетің бар қалжыңмен соғатығын. Кластасқа тұрмысқа шыққан болсам, мен өзім арумын ғой, мол ақылым. Қазақтың қыздарына дәлелдедім, туған жерде қалуға болатынын. Өзге жерде ғана біз бақыт деген, өзіңнің жеріңде де қонатынын. Жырыңды өрнектедің, кестеледің, даусымды естіппедің кешке менің. Кластасқа тидің деп кінәлама, байыбын білмей жатып ештеңенің. Кластасқа тигенге қуансаңшы, негірге тиіп кетсем не істер еді?